Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит торттардың бірі Whoopie Pie тортын әзірлейтін боламыз. Қажетті заттарды жазып қалдыратын боламын. Бізге ол үшін сары май, разрыхитель, жұмыртқа, ұн, какао, шекер және де шоколад қажет болады. Менде Калибот шоколады. Енді сары майымыз бен шоколадымызды водяной баняға немесе газге қойып араластыра отырып жақсылап ерітіп аламыз. Күйдіріп алмау қажет. Кез келген шоколад қолдансаңыздар болады, Қазақстан деген сияқты. Мына жерде енді құрғақ қоспаларды араластырып аламыз. ұн, какао, разрыхитель. Енді кезекте жұмыртқаларымызды жақсылап жарып, жұмыртқамызға шекер қосып, араластырып аламыз. Енді Жақсылап ертіп алған шоколад пен сары майымызды кішкене суытып алып, жақсылап араластыра отырып қосамыз. Біздің жұмыртқамыз пісіп қалмауы қажет. Барлығын қосамыз. Енді құрғақ қоспаларымызды електің көмегімен өткізе отырып араластырамыз, яғни ұн, какао, разрыхительді. Жақсылап араластырып, коржигіміздің қоспасын дайындап аламыз. Бізде қаймақ сияқты қоспа дайын болды. Енді пергамент қағазына жақсылап қасықпен 4 немесе 5 ас қасықты толтыра отырып саламыз. Менде осындай поклан деген қағаз, менде мына жерде 22 диаметрлік форма. Өздеріңіз қалаған 22 немесе 24 диаметрге үлкейтуге болады. Мен мына жерде 4 ас қасық салдым. 5 ас қасықтан салсаңыздар да болады, коржигіңіздің қалың болғанын қаласаңыздар. Енді осылай қасықпен тегістеп аламыз. Дәл осылай ыдысымызға орналастырып, қызып тұрған 180 градус пеште пісіріп аламыз. Піскенін шпажканың көмегімен тексеріп көресіздер. Шпажка егерде құрғақ шықса, біздің коржиктеріміз пісті деген сөз. Өте тез піседі, қарап тұрмасаңыздар күйіп кетеді. Енді жаңағы 22 диаметрімізбен жақсылап осылай теп-тексетіп қырқып аламыз. Себебі біздің креміміз әдемі көріну қажет, коржигіміз бір тегіс болу керек. Барлығын қырқып дайындап алдық. Енді кремге кірісеміз. Менде мына жерде творожный сыр, маскарпоненің орнына да мен творожный сыр қосамын, бірақ оригинал рецепт бойынша маскарпоне де қосылады. Мына жерде енді сахардың пудра. Астына мен сіздерге бірақ толық рецепті жаза кетем, яғни маскарпоненің орнына сіздер осылай мен сияқты творожный сыр қоссаңыздар да болады, немесе маскарпоне алып жасасаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып жатырмыз творожный сырымен мына жерде сахарный пудраны. Енді біз салқын сливкимізді құямыз. Барлығын осылай мен қалдырып кеткен рецепт бойынша жасаңыздар. Сол кезде сіздердің кремдеріңіз өте плотный болып, әдемі болып шығатын болады. Біздің креміміз дайын. Осымен төңкерген кезде төгілмейді, өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Енді бірінші коржигімізді қоямыз. Үстіне осындай міне қараңыздар, Whoopie Pie'ға арналған насадка. Мен жерде сіздерге бір лайфхак көрсетіп жіберейін. Дәл осылай кремді құйып жасай беруге де болады, бірақ мен бірінші пакетикке кремді салмаймын. Осылай тағы бір пакетик алып, осының ішіне кремді құятын боламын. Сол кезде біз қайта-қайта насадканы ауыстырып, жуып отырып жүрмейміз. Екінші осы пакетикке кремді құйып, бұның басын қиып алып, жаңағы біздің насадкамыз тұрған жерге қоятын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей осылай жасасаңыздар, сонда қайта-қайта ауыстырып жуа бермейсіздер. Ал енді біз кремімізді дәл осылай видеодағылай жасаймыз. Қатты басамыз, төмен қарай түсіреміз. Қатты басамыз, төменге қарай түсіреміз. Қатты басамыз, және де төменге қарай түсіреміз. Осылай бізде шариктер шығады. Енді ортасына да кремді жағып, бір тегісетіп, әдемілеп жағып шығатын боламыз. Қолдарыңыз үйренеді өзі, уайымдамай жасай беріңіздер. Бірденен идеальный шариктерді шығару мүмкін емес. Мәселе дәмінде дәл осылай жасап, бұлай шарик шығармай-ақ жасай берсеңіздер болады. Енді мен ең жоғарғы бетіне кішкене ғана крем жағып жібердім. Бетіне ганаш жасаймыз. Мына жерде шоколад және де сливки. Баяу отта араластыра отырып ганашымызды дайындап алдым.
ганашымызды құйып бір тегістетіп осындай шпательмен жағып шықсаңыздар болады. Әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңызша мен малинамен сәнде салдым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ендеше